Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге іс-шараларда және де мынау даналық мектебі бойынша түрлі іс-шараларда мынау көрнекіліктерді ұсына отырып, құндылықтарды дарытуды мен сіздерге көрсететін боламын. Мынау біздің жанымызда тұрған мұражай жәдігері. Бұл жәдігер Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылындағы нөмір 3 орта мектебінің мұражайында тұрған сәукеле болып табылады. Мысалға, даналық мектебінде әже мектебі, жеңге кеңесі деген түрлі мынау тәрбие бағытындағы іс-шараларда біз бір көрнекілікті ұсына отырып, соның сырын, хикметін 3-5 минутта ашып құндылықтарды дарытуға болады. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша біз құндылықтарды дарытуға міндеттіміз. Олай болатын болса, мен сіздерге үйсін сәукелесінің сырын ашып берейін. Бұл үйсін сәукелесінің биіктігі 77 сантиметр. Мына жерде құлақшыны бар. Бірақ осы сәукеленің балаларға бір сәукелені біз сол іс-шарада әкеліп ортаға қойып, болмаса көрсетіп, біз құндылықты дарыта аламыз. Олай болатын болса, мен айтып өтейін. Үйсін сәукелесі биіктігі 77 сантиметр. Бұның мынау үйсін сәукелесінің мынау артқы жағы менен алдыңғы жағы қарап тұрсаңыздар 7 сантиметрге алды төмен. Білесіздер, сәукелені қазақта ұзатылып бара жатқан қыздар киеді. Бұл сәукеле, өздеріңіз білесіздер, қазақ тарихында 100 жылқыға, 1000 жылқыға татитын түрлі әшекейлі сәукелелер болған. Бұл сәукеленің биіктігі қазақ қыздарының тектілігін, мәртебесін, абыройын көрсететін болған. Ал енді не үшін бұл алды менен арты сәукеленің жаңағы төмен? Бұның хикметі, мына ұзатылып бара жатқан қызға барар жерінде алдыңғы жағында, барар ер жігіттің жұртында кішік боласың, шай құясың, сол үйді қызметшісі боласың деген мағынаны білдіреді. Ал сәукеленің мынау жоғарғы жағы, арт жағы, яғни бұл жаңа ұзатылып баратқан қызға төркінің артта қалды дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? Бір сәукеленің хикметі. Ал енді мынау сәукеленің ортасы қуыс. Мына ортаның көріп қарасаңыздар, менің қолым көріп тұр. Бұл сәукеле тұла бойы осы жерге дейін ішкі жағы қуыс. Бұны мен этнографияны зерттей келем. Осы сәукелені Өзбекәлі Жәнібеков құсап, дизайнері өзім, осыны бірге тіктік, жаңа тігіншіменен. Сонда бұның іші неге қуыс? Бұл келін бара келе жатқанда сол сән салтанатының өзіменен. Келе жатқан бойда осы сөйлемей-ақ сәукеленің хикметімен қазақтар түсінетін болған. Бұл келін мен ырысты келінмін дегенді білдіреді. Мынау осында қос алақанды жаю сияқты, бата беру сияқты бұл баталы келін екенін білдіреді. Мына жерде көрдіңіздер ме? Ырысты келін екендігін білдіретін болған. Ал енді ортасының жаңағы, ішінің жаңағы қуыс болғандығы, бұның хикметін біз Абай хакімге Жанқұты бидің мынау бата беруіменен түсіндіреміз. Абайға Жанқұты би жаңағы бата сұрағанда, Абай елінде Жанқұты би қолын жайып, ұлдарың құлшыны бөлсін, қыздарың түншіғі бөлсін деген екен. Сонда бұны жай қалып түсінбеген кезінде Абай хакім Жанқұтыға бір ат мінгізіп шығарып салған екен. Сонда бұл ұлдарыңның құлшыны бөлсін дегені, ұлдардың рухты белсенді болсын деген екен. Ал қыздардың тұншығы бөлсін дегені, мынау барған жеріңде, мынау жаңа сәукеленің іші қуыс қой. Естіген өсегіңді, артық әңгімеңді ішіңде сақта, сыртқа шығарма дегенді білдіреді екен. Осы сәукеленің өзі, мінекей, құндылықты дарытуға жетіп жатыр. Ал енді бұның бойындағы мынаны айтатын болсақ, түрлі әшекейлер. Әсіресе бізде түрлі әшекейлер, оның ішінде күміс әшекейлерді мұның бойына таққан сайын, бұл сәукеленің құны арта түсетін болған. Аз сөз ақып, көп сөз көбік дейді. Мінекей,
3-5 минутта әжелер мектебінде, жеңгелер мектебінде осындай хикметін түсіндіруге болады. Қазақтың әрбір ою-өрнегі, қазақтың әрбір жәдігері тұнып тұрған құндылықтарға бай тәрбие көзі болып табылады. Бір тұтас тәрбие бағдарламасын іске асыруда сәттілік пенен табыс тілеймін. Ұлдарымыз ұлағатты, қыздарымыз қылықты болсын. Сіздермен болған Алтай Жазылбек.